ұсақ бөртпелер шығады. Бұл тері арқылы артық қалдықтардың сыртқа шығып жатқанын білдіреді. Иммундық жүйеде белсенді бола бастайды. Қан түйіршіктерінің жұмысы күшейеді. Өкпе тұсы сыздап, тыныс жолдарының тазаланып жатқандай сезімі пайда болады. Тыныстың жағымсыз иісі сақталуы, тілдің ағаруы, тазаланудың жалғасып жатқанын көрсететін белгілер. Бұл кезеңде ішектің құрылымында да өзгерістер болады. Бұрын ішек қабырғасына жабысып алған қалдықтар біртіндеп ажырай бастайды. Адам өзін жеңіл сезінгенімен кейде іштің қозғалып, ішек жұмысының белсенуі байқалады. Мұның бәрі ішкі жүйенің жаңарып жатқанының көрінісі. 8-ші күннен кейін көптеген адамдар бойында ерекше сергектік пайда болғанын байқайды. Қуаты артып, ойы анықталып, көңіл күйі тұрақтанады. Бірақ осы кезеңде ескі жаралар немесе бұрын ауырған жерлер сырқырауы мүмкін. Мысалы, бір кездері сынған сүйек немесе бұрын